Шаршап кеттім ғой. Ей, мына орман менікі. Мына тау менің мекенім. Ол жерден өтпекші болсаң, табанақы төлейсің. Үйіңде тыныш ұйықтап жатпай, ол жерде жол тосып, талаушылық істеп жүрген қандай немесің? Атымды айтар болсам, зәрең ұшып жүрегің жарылып кетер. Орнығып отырып жақсырақ тыңда. Ағаш өнең, 2 айдың алдында жан жуды дүрліктіріп, яңшан қопасына қосылған қара құйын лейкөй болады. Әліңді білсең, табанақыңды төле, жаныңды қияйын. Сен дейіне мені танымайды екенмін. Ей, жүректісін қарай көр, айбалтамның дәмін татқызық қояйын саған. Жанымды қия көр, Батыреке. Көзіңді ашып қара. Нағыз қара құйын лейкөй мен боламын. Ағашының атына кір келтіріп, неге жол тосып тонаушылық істейсің? Бүгін сенің қаныңды ішпесем де білем. Ойбай, Батыреке, мен өлтірсең, сен бірдей адамды өлтірген боласыз. Сені өлтірсем қалайша 2 адам өлтірген боламын. Батыреке, менің фамилиямдан Лей, атым Күй болады. Үйде 90-ға келген кәрі шешемді асырайтын адам болмағандықтан, сіздің атыңызды жамылып, елді қорқытып жүрмін. Сіздің қара құйын деген атыңызды естіген жолаушылар қоржы болағын тастай қашады. Шынымды айтсам, дүние мүлік тонағаным болмаса, бір адамды өлтіріп көрген жан емеспін. Тақсыр, бейбағыңызды өлтіріп кетсеңіз, бейшара анам аштан өледі ғой. Аштан өледі. Бейшара шешем. Әй, болды. Сен де опал ұрпақтың бірі көрінесің. Сұңқылдамашы. Шынағаң бүгін шешесін алғалы кетіп барады. Шешесін асырап отырған біреуді өлтіріп тастасам, тәңір жолына да сыймас. Әй, болды. Бүгін сені өлтірмей-ақ қояйын. Жолыңа түс. Ойбай, Батыреке, жанымды қиғаныңызға рахмет. Әй, десе де, есіңде болсын. Бүгіннен соң ағаш өнеңнің атын жамылуыңа болмайды. Ойбай, Батыреке, 40 жаным болса да енді түгі батылым бармас. Енді істеу етпеймін. Мен тек сіздің атыңызды жамылып, осы арадан өткен жүргіншілерді қорқытып бана жүрмін. Жетер енді. Жолымнан қалмайын. Мен кеттім. Батыреке, жолыңыз болсын. Байқасам опал жан көрінесің. Мә, мұнан алып ал. Қайтып барып шешеңе киім-кешек алып бер. Мен жүрейін. Батыреке, жолыңыз болсын. Жеңгей, мен жолаушымын. Қарным ашып, шегім шұрылдап кетті. Бұл арадан асқара таба алмадым. Менде күміс бар. Маған арақ тамақ әзірлеп беріңізші. Арақ табылмайды. Тамақ жасап беруіме болады. Тамақ болса да болады. Қарным ашып, шегім шұрылдап кетті. Онда үйге кір. Әй, бір табақ күріш аз болмас. Әй, 3 табақ болсын. Жеңгей, бұл арадан ет табыла ма? Күмісіңді беремін. Сығандық істемегейсің. Күріш пысқан соң, аңшылардың үйінен тұз қоянның етін әкеліп асып берейін. Жақсы болғанын қарашы, көбірек әкел. Ақысын артығымен беремін. Жарайды.
Oy Bıray, otağası, et auzuna, ayağına ne bolgan? Kara bastı oy. Evveli seni ben bet gör salmay kalaşazladım. Oy Bıray, ne boldu? Çağrım gün toskanda bir adam erin gezikti. Onun kim ekeni bilesin be? Kim eken? Değil. Karakoyun likidin öz eken emes be. Vay teğerim, sazayımda kestir tarttır. Evvel desin canımdan şuna bolacazladım. Ondan ol, seni kalaytırı koya berdi. Ay kalay deytin niye turey? Men oğan uyda 90'ga gelip melkil dep oturgan çeşem var. Men öldürsen ikimizni de öldürgen bolasın demedim. Melkil Karaşoy seni getdi. Evvel mağan kümüs berdi. Karaşı. Sodan mağan uyunga barıp çeşine çak sigara dedi. Sonra men kutuldum koy dedim de ormanda tıkılıp jatıp jetkenim olsa. Жана осында bir qara дәу келіп маған тамақ даярлатып жатыр. Дәл сол қара құйынның өзі болып жүрмесін. Сорлы. Қазір ол өз аяғымен келген екен. Бөктеріншегі де тоқ көрінеді. Оның тамағына есеңгіреткіш қосып жіберейік. Ол есі-ау жығылғанда басын кесіп ауданға апарсақ, 3000 тізбек жармақ сыйлық аламыз. 3000 тізбек жармақ. Басын kesip Жамбылға апаратын болсақ, 3000 тізбек жармақ аламыз бекен? 3000 тізбек жармақ дейсің бе? 3000 тізбек жармақ. 3000 тізбек жармақ. Оңбаған. Менің жолымды тосқаныңа қарамай, шыбын жаныңды қиып, тайтияқ күмісімді берсем, маған қастық сайлап, басымды алмақ болғаның бұдарай көр. Бұл істің меніме қатысы жоқ. Өлтірмесем, тәңір жолына нағыз шек келтірген боламын. Ойбай батыр неке. Döndükün. Шеше! Ликөй, қарғамау қайтып келдің бе? Шеше! Шеше, мен қайтып келдім. Расында қайтып келдің бе? Шеше, қараңызшы. Шеше, көзіңіз көрмей қалған ба? Көзіңіз көрмей қалған ба, шеше? Ликөйсің бе? Расында ликөйсің бе? Бұл өңім бәлде түссің бе? Түсіміз емес, шеше! Шеше! Ağlamау. Şеше! Менің ұлымда сақал жоқ болатын.
Соқыр кемпірді алдап отырған сен кімсің өзі? Шеше, мен кеткелі де талай жыл болды. Сақал мұрт қалай өспесін. Мен расында қара жойпаныңызбын, ұлыңызбын. Шеше, мен 8 жастағы кезімде жиде ағашына шығып, жиде үзіп жемекші болғанымда ағаштан жығылып, басымды жарып алып тыртық болып қалып еді ғой. Шеше, сол тыртықты сипап көріңізші. Шеше, тағы есіңізде ме? Бала кезімде мені ұйықтардан бұрын маған өлең айтып беруші едіңіз ғой. Мен сонда барып ұйықтайтынмын. Шеше, Жапалақ жаңа жыл деп аталмақ. Шам көруге кемпір аттанбақ. Жапалақ талшын деп аталақ. Кемпір картоп жеуге аттанбақ. Sorgalım uluma. Seniden geçkeli 10 yıl, doktora 10 yıl oldu. Gündüzlüğünü sağınıp jılay sokur olup kaldım. Kargamam, endi gelgenimde. Çeşe. Sizden ak sütünüzde aqday almağan men koymay. Koşşalarınızda soğuğaran etipin. Men adam emesmin. Ayçım ağa, hazır kayda gün görüp жүрсün. Çeşe, balаңыз қазір ұлық болды, Шерас киер киімнен тарықпаймын. Бұл жолы сізді алып кетіп, дүниенің рақатын көрсетпекпін. Ұлық болдың ба? Ие, ұлық болдым. Әрді таяқ деп танымайтын тұрсаң, қалай ұлық бола аласың? Сонда қандай ұлық болдың? Мен әскери ұлық болдым. Бізде дәреже болмайды. Менің есімім орда бойынша 3-ші орында тұрады. Мұндай жақсылық бізге дейлердің басына қалай қонсын? Шеше, мына күмісті сипап көріңізші. Міне. Шеше, мына киімімді сипап көріңізші. Міне. Жібектен тігілген матаға ұқсамайды. Сенейін. Ие. Сенейін. Балам адам болған екен. Адам болған екен. Шеше, мен бұл жолы өзіңізді рақатты тұрмыс кешіртейін деп алып кеткелі келдім. Шеше. Аға. Сен неме қайдан жүрсің? Тағы пәле тауып бергелі келдің бе? Өнің ұлық болып да. Ие, солай. Алып кеткені әдейі келіпті. Аға. Ей, жоғал. Шеше, ұлықтай береді. Мына 10 жылдың алдында адам өлтіріп өз басын арашалап қашып кетті. Сонда мені ағам деп ойлады ма? Ал мен мойныма ажырға аяғыма кісен түсіп көрмеген азабым қалмады. Естуімше бұл антырған жақында жаза майданын шауып, жаңжуды дүрліктіріп Яншанға барып қарақшы болыпты. Шеше,
жаңғы ордасы оны ұстап бергендерге 3000 тізбек жармақ сыйлық береміз деген құлақтандыру шығарыпты. Аға, бергел. Ей, Саған түсіндірейінші. Аға, шешем екеуің менімен бірге Ляңшан қопасына барыңдар. Ляңшан қопасындағы әділетшіл ағай мені туған інісіндей көреді. Біз ол жерде үлкен кесемен арақ ішіп, түрі табақ ет жеп, байлықты бірге бөлісеміз. Екеуіміз бірге сол арада шешемді күтсек жақсы емес пе? маған қарақшы бол деп тұрсың ба? Сені орда өзім апарайын. Саған шамам жетпейтінін білемін. Ұлыққа мәлім деймін. Аға! Әйге! Шеше, ағам адам шақырып келсе кете алмай қаламыз. Мен сізді арқама көтеріп алайын. Жүріңіз. Көтеріп аласың ба? Кетейік. Қане. Балам, менің көзім көрмейді ғой. Мен арқалап қайда барасың? Сізді Ляңшанға апарамын. Ол жерде қам қайғысыз күн кешесіз. Балам, сен расында Ляңшанға барып қарақшылық істеп жүрсің бе? Шеше, басқалардың сандырағына сенбеңіз. Ляңшанға ылғи егей батырлар жиналған. Әділетшіл, адамгершілікті жандар. Адалдық сарайының алдына тәңір жолын ұстанайық деген ту ілінген. Біз парақор ұлықтар мен зоракерлерді өлтіреміз. Қарапайым халыққа, жақсы адамдарға істе тиіспейміз. Сізді Ляңшанға апарған соң, ол жерде ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда болатын болады. Ол жер соншалықты жақсы. Екеумізді құрметтейді дегеніңе сенбей келемін. Айтқандарымның барлығы шындық. Сұң жаңаға маспанасындағы ең жақсы адам. Мені туған інісінен артық көреді. Онда керемет жақсы адам болды ғой. Әрине, сол араға барған соң білетін боласыз. Жарайды. Шеше, біз Ляңшанға барғанда ағаларым қарбаластыққа түсетін болады. Сұңжаң ағам ет пісіріп, Чауғай ағам қарма қарып, ақылшы ағам сарымсақ турап береді. Мұндай вақытқа бір күн кенел алсам, қанағат табар едім. Ет жемегелі қанша жыл болғанында ұмытып қалыппын. Шеше, ұлыңыз әр жолы ет жеген сайын сізді ойлаумен болады. Бұл жолы тауға шыққаннан кейін біз әр күні ет жеп, қызыл сырап өткен күндеріңіздің орнын толтырайық. Балам, сенің опал екеніңді білемін. Шеше, тауға шыққан соң бір жақсы шипагер тауып, көзіңізді емдетіп жазамын. Ляңшан қопасындағы ағалар мен бауырларымды өз көзіңізбен көретін боласыз. Балам, шөлдеп кеттім. Таңдай жібітейінші. Менің де қаңғырғым түтеп келеді. Бұл төңіректен отырып бел кезікпейтін ұқсайды. Алдағы белге шыққан соң маңайды байқастап көрейін. Содан тойып тамақтанып алайық. Сізді бір көлік тауып, отырғызып алайын. Судың дауысын естігенде таңдайым кеуіп кетті. Тыңдашы, тым алыста емес ұқсайды. Барып, су әкеле ғой, Жарайды. Шеше, алдың жақта су бар көрінеді. Мынарада бір тас бар екен. Қане, отырыңыз. Қане. Шеше, таудың суы естір құлақ көрер көзге жақын сезілгенімен талай жерге сандалтады. Шеше, сабырлық етіп тоса тұрыңыз. Мен барып су алып келейін. Иә, мақұл. Тоса тұрыңыз. Ой. Бұны неге қойып апарсам болар екен?
Mına bular ekan. Çeşe, su geldim. Çeşe. 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 Çeşemi kim gast kıldı? Mına çeşemdiki koy. Çeşe. Çeşe. Men ming bir maşaqqatmen çeşemdi tauga aparıp qo'lin jil suvga malayin deb jursam, sen maqluqlarga jim bo'lganing qarashi. Senler çeşemdi jesengder, onda men senderdi biroq qurtayin. Çeşe,
Çeşe. Bunun opasız oldu. Çeşe. 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 Sizge suya geldim. Çeşe. Çeşe. Sizge suya geldim. Çeşe. Ben opasız oldum. Жолбарыс соққан батыр. 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 Сабаңызға түсіңіз. Ашуыңызды басыңыз. Батыр. Оңбаған аңшылар. Бұл таудың жолбарыстары тірі екен ғой. Шешемді, менің шешемді жек қойды. Құтқарушым. Сендердің құтқарушыларың екен. Жолбарысты өлтірген екен, сіз біздің құтқарушымыз боласыз. Солай. Илин шоқысының төңірегінде өндірісін үлкен апатты жойдыңыз. Әсіресе мына пақыр аңшыларыңыздың жанын алып қалдыңыз. Құтқарушым. Жолбарыс шешемді жеп қойған соң, оларды өлтірдім. Құтқарушым, түсіндірейінші. Илин шоқысындағы жолбарыс әлек салғандықтан, орда бізді тез арада оның көзін жоюға жіберген. Біз бұл мақұлықты өлтіре алмай, қанша дүре жегенімізді кім білсін. Енді ұстай алмасақ, онда біздің басымыз алынатын еді. Кеше түні бойы жолбарыстың гүрілін естіп, тағы әлек салған болды ойда бойлап, бүгін таңертең тауға шығуға әрең батындық. Болды. Жолбарыс өлді. Сендер оны апарып сыйлық алсаңдар болды ғой. Шешем аза тұтамын, кет бұлай. Құтқарушым. Жолбарыстарды сіз өлтірдіңіз. Біз даяр-асқа ие болсақ болмайды ғой. Пақырларыңыз сізге жамбылдан сыйлық алып беруді өтінсін. Маған сыйлықтың қажеті жоқ. Құтқарушым, қалайда бізбен бірге таудан түсіп елге көрініңіз. Сонда елдің бәрі сіздің шешеңіздің қабыры тау екенін білетін болады. Иә, солай. Çeşe. Тақсыр. Жолбарыс соққан батыр мына жігіт. Рас па? Ona құтқарушы ардагерге рахмет. Үйге кіріңіз. Қане, мархабат. Қане, мархабат. Отыр. Ай. Батырдың ардақты есімін білуге болады ма екен? Фамилиям Жаң, атым жоқ. Елдер ері жоқ Жаң деп атайды. Атың затыңа сай екен. Жүрегің мұндай түкті болмаса, үйірлі жолбарысты өлтіре алмас едің. Қанша жолбарыс кезіксе де қырып тастайтын едім. Батыр еке, ел үшін бір пәленің көзін жойдың. Осы арада бірнеше күн аунап қунап жат. Қалай? Мен аудан жамбылына барып, өзіңе сыйлық беруді өтініп келейін. Маған сыйлықтың қажеті жоқ. Мен асығыспын. Мен үшін шешемнің қабірінің басына барып тұрсаңдар болды. Батыр еке, алаңсыз болыңыз. Біз сөзсіз барып тұрамыз. Десе де тамақпен арақ әзірленіп болған еді, тамақтанып алып аттансаңыз қалай? Жол бойы арақ ішпесем де, шешемнен айырылып қалдым. Батыр еке, қамықпаңыз. Артық қайғыға салынбаңыз. Тумақ бар да өлмек бар. Сабырлық етіп, қайғыны қайратқа жеңдіріңіз. Қане, арақ ішейік. Арақ ішек қалай?
Қанекей. Асықпаңыз. Асықпай жеңіз. Бұл жерде арақта, тамақта бол. Сөзсіз тоясыз. Асықпай жеңіз. Наудин соны айтам. Расында бір азамат екен. Соны айтам. Бақтыр естіп. Қараңдаршы бірай керемет екен. Ой, бірай көрдім деді. Қарашы. Керек. Қарақшысы екен. Дәл осы. Яңшанның қарақшысы екен. Кімсіңдер? Сендер кімсіңдер? Мен неге байлап қойғансыңдар? Босатыңдар! Ой, оңбаған немелер? Мен жолбарыс соққан батырмын. Мен неге байлайсыңдар? Қоя беріңдер мені! Сенен сұрайыншы, Қарақұйын ликүймісің? Өзің кімсің? Өзіңнің кім екеніңді айт. Ағашының кінің бар. Аға, қателеспейміз. Мына сілімтік Леншан қопасының қарақшысы Қарақұйын ликүйдің дәл өзі. Қоя беріңдер мені! Келіңдер, оны көтеріп алып жүріңдер. Ләппей. Қожайын, біреу сізді іздеп келіпті. Қанекей? Дәйзің төрі? Жуғиын шек. Бұл жерге қалай келіп қалдыңыз? Сұң жаңаға ликүйден алаңдап оның алдынан шығуды тапсырды. Ол өзі қайда? Жүз құлаш қыстағына кетті. Ол мені ертпей қойды. Бәлкім, үйіне де жеткен болар. Онда дереу алдынан шығайық. Жарайды. Болмады. Аға, дәйзін төре. Сонша абдырайтындай несі толды? Чатақ болды. Қарақұйын пәлеге жолығыпты. Аудан жамбыл ұстап алып ба? Иә. Айтсаншы, тегі не болды? Мен де анық білмедім. Тек ликүйаға мас болып қалып, Илин жоқысындағы Саужаржон қыстағында байлаулы жатыр екен деп естедім. Қыстақтағылар оны ауданға мәлімдепті. Әкім абақты төресі Яңжүн мен Лижүн жүзбасыны жұмсапты. Олар түнімен Саужаржон қыстағына барып, ертең-ертемен аудан жамбылын әкеледі екен. Енді қайсек болар екен деш. Тағы пәле шығарған екен ғой. Сұң жаңаға да осыдан алаңдап, жуғы екеуімізді жіберген еді. Міне енді ол кісінің айтқаны келді. Қарақұйынды құтқарып алмасақ, ағаның бетіне қайтып қараймыз. Яңжунның лақамы Қатбасары, Лиюнның лақамы Шегір барыс. Екеуде 40-50 адамды беттетпейтін қар өнеріне жеттік батырлар. Оны күшке сүйемей айламен алу керек. Жупы өнім, қандай тамаша айлаң бар? Айта бер. Сізден жасырып қайтейін. Лиюн менімен жақсы араласады. Маған қар өнерін үйреткен жері бар. Ол менің ұстазым. Ұстазыммен Яңжун тонның ішкі бауындай дос. Екеуі қабаққанама келіп шарап ішіп тұрады. Менде бір жақсы амал бар. Көкшіл лайшық басылған, білектерін сыбанып, салбырайды чытынан таққан моншағыр қалып, самайына екі шоқ қыстырыпты гүл қайыр, жейдесінің жонында жендет деген жазу тұр. Кең салдында істерін іспарлықпен істеген, орындауда үкімді қолынан қылыш түспеген, жұғалаң сарғыш өңіне жіңішке қасы дүп келген, Яңшың батыр осы еді Қатбасары деп келген. Жігіттер, келді. Тез дайындадыңдар, тез. Жігіттер, дайындалыңдар. Мақұл. Ұстаз Яң төре, сіздердің Яңшан қарақшысы Қарақұйын ликүйді ұстағандарыңызды естеп, пақыр шәкірттеріңіз көңілін білдіріп, сіздерді ұзатып салу үшін азырақ шарап дайындап отыр еді. Су қожайын әуре болған екенсің. Атай көрмеңіз. Тамақтарың мен шараптарыңды әкеліңдер. Ли жүзбасы, жөн білетін шәкірт тәрбиелеген екенсің, Жуфу, кеше жарым түнге дейін Сауақ Сақалдың ауылында арақ ішті, мен іше алмайтын сияқтымын. Яңшан қарақшысын ұстап, ұзақ жол басып келесіздер. Қарындарыңыз да ашқан шығар. Ағайындарыңызға азырақ тамақ жегізіп, арақтан ауыз тигізіңіздер.
Жүзбасы, аудан қаласына әлі 4-5 шақырым жол бар. Азырақ демалайық. Жуғы жайының көңілін қалдырсақ болмас. Жарайды. Төре, қанеки. Рахмет. Ұстаз, арақ ішіңіз. Мақұл. Мен сізге ет әкеліп берейін. Қане келіңіздер, арақ ішіңіздер. Әй, оңбаған сұмырай сол. Өлім аузында тұрғанда, арақ ішкен қайтеңің. Басың кесіледі, онанда тәубаңды үйре бер. Әй, жақсырақ екен, Жақсы екен. Басылық болды ғой, қане. Әй, маған арақ бермесеңдер, қолым босатылғанда өкпе бауырларыңды суырып алып араққа басып кетемін. Қане, ішіңіздер. Аға, сен... Ұстаз. Әй, бәрі жылында. Қара жойпан. Аға, Әй, сені ме сені? әй, болды, жазғыра бермей тезірек босатшы. Ұстаз. Қара жойпан, Оспанар жойпан, қой деймін. Ұстазыма қол тигізбе. Әй! Арам өлігі аз қалдым. Аға, ана орданың итылықтарын неге өлтіртпей қойдың? Арақ ішіп мас болмасаң бұл пәлеге ұшырайтын бедің. Кешен қайтыс болып көңілсіз болып жүргеніңді білемін. Жаңа ғана бір талай орда жасауылдарының басын алдың. Солда жетпеді ме? Жүзбасы Жупуын Ишектің ұстазы тұрса, оны қалай өлтірмексің? Бұл жолы ұстазымды өлімге байлап беретін сияқтымыз. Ағалар, сіздер жүре беріңіздер. Мен ұстазымды топқа қосылуға насихаттап көрейін. Әйтпесе, Жамбылға барғанда азап шегеді ғой. Ол да жөн. Онда біз алдыңғы жол айырғында күтейік. Қарақшылар қайда қашпақсыңдар? Ой, сілімтік! Қара жойпан, жүзбасыға қол тигізбе! Аның ішпесен бе білем? Қара жойпан, тоқтат деймін, қой болды. Ұстаз. Қоя бер мені. Ұстаз. Қоя бер деймін. Сіз мені жақсы көріп, қару өнерін үйреттіңіз. Жақсылығыңызды ұмытпаймын. Бірақ ағам Жогий, Яншан қопасындағы атамандардың бірі еді. Жарылқаушы Сунжаңның тапсырмасы бойынша екі үйге қарайласқалы келіпті. Сондықтан осы айланы қолдандық. Қазір парақорлықтар ел билеуде. Оның үстіне қара құйынан айырылдыңыздар. Әкімнің бетін қалай көресіздер? Қайтатын болсаңыз сөзсіз жазаланасыз. Іс осы дәрежеге жеткен екен. Бізбен бірге Яншан қопасына шығыңыз. Ұстаз, жөн білетін адам едіңіз ғой. Сендер мені үйге қайта алмастай, елге сыйалмастай еттіңдер. Мейлі, артымда қатын балам қалып бара жатқан жоқ. Бара жерім қалмады. Сендермен бірге Яншан қопасына барайын. Ұстаз, бұдан кейін Яншанда бірге боламыз. Ертірек айтсаң болмай ма? Өйтіп жанымызды жеп, босқа сайыспас едік қой. Қарақшылар қайда қашпақсыңдар? Аға, тоқтай тұрыңызшы, аға. Бұл не дегенің? Олар мен ластаса қалдың ба? Қара жойпан! Ақырыңызда орда ұстауға бұйрық түсірген қылмыскер Дәйзүн болады. Жаңжудағы жел аяға таңған абақты төресі Дәйзүн болдыңыз ғой. Есіміңізге ежелден қанықпын. Сізден жасырып қайтайын. Бүгін үнімді құтқару үшін сізге жек көрінішті болдым. Іс осы араға жеткен екен, бізбен бірге Яншанға барып, әділетті ардақтап, тәңір жолын ұстанбайсыз ба?
Ли жүзбасы бізбен бірге кетуге қосылды. Солай аға. Болары болды. Леншанға бірге кетпейміз бе? Әй. Аяулы інім, баруға бекіген екенсің, жолыңды қалай тосайын? Ардагер батырлар, сендерді ежелден құрметтеп келемін. Бірақ, менің басым ордаға байлаулы. Болары болды. Сендер кете беріңдер. Мен аудан әкіміне барып, күнәмді кешіруін өтінейін. Ляңшандағы батырларды менсінбей тұрсың ба? Мені Ли жүзбасыға салыстыруға келмейді. Үйлі барандымын. Оның үстіне көкім мен аудан әкімі көнігөз достар. Ол кісіде мені артық қинамайтын болуы керек. Әлі де шығар жолым бар. Онда сізге артық талап қоймайық. Төре, есіңізде болсын. Күндердің бірінде басыңызға күн туса, мұна мен іздеңіз. Ляңшаннан сізге бір кісілік орын табылады.